Неге саған ақша келмейді? Дәл бұл сұрақты айтпастан бұрын нытик адамдарға айтқым келеді да. Не үшін сізге ақша келу керек? Тағы да ныть ету үшін бе? Жертвалар көп жағдайда қалай? Оған барлық әлем жаман, қоғам жаман, үкімет жаман, анау дұрыс жасамай жатыр, мынау дұрыс жасамай жатыр. Ештеңе жақпайды, ештеңе ұнамайды. Осыдан кейін ныть ету үшін ғана сізге ақша келу керек пе? Мысалы, сіз ақша тапсаңыз да бақытты бола алмайсыз. Бірақ, мысалы, мен айтайыншы, случайно ақша тауып кетті делік, ныть етіп жүрген адам. Машина сатып алады. Машина сатып алғаннан кейін айтады, ой, оның страховкасы бар екен, парковка табу қиын, мен тұратын жерде парковка жоқ, штрафтары бар. Бәрібір ол ныть ететін нәрсені табады да. Жақпайды оған, ол ешқашан айтпайды, ой, менің машинам бар, қандай күшті, мен бақыттымын деген сөз өлсе де айтпайды. Сол үшін мен ертең байығанда бақытты боламын, ертең байығанда барып мен осыны жасаймын дегенді алып тастаңыз, бұл өз-өзіңізді алдау. Дәл қазіргі сәттен бастап әрекет жасауды және бақытты болуды үйреніңіз. Ертеңгі күні бақытты болам деген бұл розовый очки деп айтсақ болады. Қазірден бастап әрекет жасаңыз, жертва болу да, керісінше чемпион болу да, бұл өмірде жеңімпаз болу да сіздің таңдауыңыз. Ал таңдау жасау сіздің еркіңізде ғана. Өз пікірлеріңізді жазыңыздар және міндетті түрде сауалдарыңызды күтемін.